Мен сенің қайсарлығына қарсы тұра білетініңе, бойыңдағы барлық қасиеттерге тәнтімін. Әсіресе бәрі болғаннан кейін де мені қайта таңдағаның мені қатты таңғалдырады. Сен менің ең үлкен қорқынышым әрі ең қымбат құндылығымсың. Қайда барсаң да, не істесең де, қалай қарасаң да, мен саған қайта-қайта ғашық бола беремін. Жихан мен Әлия өте бақытты. Олар Әлияның анасының қабіріне келді. Сенің анаң менен уәде алған еді. Мен оған сені ешқашан тастамаймын деп уәде бердім. Ол біз ешқашан айырылмаймыз дейтін. Біз бір-бірімізге тиесіліміз дейтін. Сен менімен бірге болуың үшін ол өз өмірін құрбан етті. Сені маған аманат етті. Анаңның әрдайым қасында екенін білемін. Қайда барсаң да, ол сенімен бірге. Бірақ сен үшін осындай маңызды күндерде жаныңда отбасыңның да болғанын қалар едім. Мен де соны қалар едім. Одан басқа бұл жерде менің ешкімім жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Жихан Әлияға тосынсый жасады. Ол тойға оның достарын, әріптестерін және Канададағы туыстарын шақырды. Сен мені қатты қуанттың, сені бақытты ету арқылы мен өзім де бақытты боламын. Саған көп рахмет. Сен қандай ұлсың өзі? Есірткі бизнесімен айналысатын мафиямен қалай байланысып қалдың? Бұған қалай былғандың? Айтшы, қалайша? Мен сені емізген ақ сүтім саған арам болсын. Есіңде ме, сен менің неге сені Әлбораның басына қоймағаныма таңғалатынсың? Енді түсіндің бе не үшін екенін? Сен Әлбораны басқармақ түгілі басқара да алмайсың. Мен саған тіпті сарайдағы дәретханаларды тазалауға да рұқсат бермес едім. Жетер енді, тоқтат. Жоқ, жетпейді. Мен әлі жұмсақ сөйлеп тұрмын. Одан да айқайлауды қойып, ана екеуінің үйленуіне жол берме. Солай ма? Үйлендірме дейсің бе? Қалай кедергі жасаймын? Балам, сен өзің қамқоршылықтан бас тарттың. Оның үстіне, істегендерің мен бүлдіргендеріңнен кейін мен сен үшін саусағымды да қимылдатпаймын. Түсіндің бе? Бір саусағымды да. Сенің әрдайым жоспарың болады ғой. Қаласаң бәріне қол жеткізесің. Сені ештеңе тоқтата алмайды. Бұл тойды бұзудың амалын табасың. Әйтпесе мен сонда барып, бәріне Эджмелдің ұлы екенімді айтып беремін. Соңғы уақытта соншалықты көп әдемі сәттер болды. Мен өте бақыттымын. Бұлар өмірімдегі ең бақытты әрі ешқашан ұмытпайтын сәттерім. Бірақ мен мұндай бақытқа үйренбегенмін, оны қалай түсіндіруді де білмеймін. Қорқамын. Бәрі кенеттен жоғалып кететіндей сезінемін. Біреу осы бақытымды тартып алатындай көрінеді. Қорықпа, ештеңеден қорықпа. Қорқатын ештеңе жоқ. Біз бірге болғанша, бір-бірімізге сүйеніш болғанша, қорқыныш бізге жоламайды. Біз оған жол бермейміз. Садақат ханым, не болды? Өкінішке қарай, жақсы хабармен келген жоқпын. Жихан мен Әлия 2 күннен кейін үйленеді. Қалайша? Олар алдымен қамқоршылықты алуы керек емес пе еді, Боран қамқоршылықтан бас тартты. Сөйтсек, ол мафиямен байланысып, олардың ақшасын құмар ойындарда ұтқызып алған екен. Сол себепті олар менің немерем мен Әлияны ұрлап кеткен. Жихан менің немерем мен Әлияны құтқарып қалды. Сондықтан Боран қамқоршылық құқығынан айырылды. Ал сараптама нәтижелері тойға дейін дайын бола ма? Дәрігерге хабарластым. Оның айтуынша үлгермейді. Сонда олар нәтижелер шықпай тұрып үйленіп кете ме? Енді не істейміз? Мүжган, сабыр сақта. Саған бәрібір ғой. Тек бір ғана жол қалды. Серхаттың Жиханның ұлы болуы мүмкін екенін мойындау керек. Жоқ. Ешқашан. Бұған жол беруге болмайды. Жихан мен Әлияның үйленгенін қалайсың ба? Зеррин Демирден кек алу үшін оған қайта оралады. Кадир Пакизе. Аллаға шүкір, аман екенсің. Сені көргеннен кейін дәл қазір-ақ өлуге де дайынмын. Кадир, олай деме. Маған қарашы, мен аманмын. Жақынырақ келші. Жоқ, Пакизе, мен жақындай алмаймын. Неге, Кадир? Пакизе, саған неғұрлым жақындай түссем, сені соғұрлым тез жоғалтып аламын. Мен мұны өзім жасадым.
Саған қайта оралдым. Сен қызыңды алып кету үшін ғана оралдың. Сен мен емес, мүмкіндікті таңдадың. Иә, мен сенің көмегің керек болғандықтан оралдым. Бірақ Каяның маған жасағаннан кейін арамыздағы бәрі бір жола бітті. Бұл жолы шындап айтып тұрмын, Демир, бәрі аяқталды. Бірақ сені де кешірген жоқпын, және ешқашан кешірмеймін. Дегенмен сенің мені әлі де жақсы көретініңді білемін. Мен не істесем де, сен менен бас тартпайсың. Иә, жақсы көремін. Егер Каяның орнында сен болсаң, мені кешірер едің. Сен мені түсінер едің. Әрине. Сен кінәлі емессің. Сен бәрін бала үшін жасадың, ал мен сені жоғалтып алмау үшін бәрін жасадым. Мен сені қатты жақсы көремін, Зеррин, мен сенің жарың боламын, Демир, шын мәнінде. Бірақ өз-өзіме келуім үшін маған бірнеше күн берші. Мен сенімен бірге болғым келеді, және боламын. Кел, бірге уақыт өткізейік. Жихан мен Әлия тойға дайындалып жатыр. Олар қалыңдық көйлегі мен күйеу жігіттің костюмін таңдап жүр. Иә, Мерием, Садақат ханым, нәтиже келгенше Жиханға ештеңе айтпауға шешім қабылдадым. Жарайды, қызым. Жақсы, бірақ егер Серхат шынымен Жиханның биологиялық ұлы болып шықса, сендер мен айтқан қалаға көшесіңдер. Серхат сол жерде өседі. Сен не істеп қойдың? Мен Серхат үшін жастығымды құрбан еттім, түсіндің бе? Өз өмірімді құрдымға жібердім. Сен бұлай істей алмайсың. Әлия мен Жиханның қына кеші болып жатыр. Шахин, мен сені жоғалтқым келмеді. Мен де сені жоғалтқым келмеді, Нари, сондықтан солай істедім. Сен түсінер деп ойладым. Мен түсінемін бе, Шахин? Әрине, түсінемін. Бірақ бастан өткергендерімнің бәрін ұмыта алмаймын. Өзімді қарғыс атқандай сезінуден арыла алмаймын. Шахин, тыңдашы. Мен анам айтқандай істеймін. Психиатрға барамын, жағдайым жақсарады. Бірақ маған аздап уақыт бересің бе? Мені күтесің бе? Наре, мен сені өте ұзақ күттім, тағы да күтемін. Мен сені жақсы көремін. Ал мен сені. Фияз Азим қашып кетті. Мерием, Фияз қашып кетіпті. Не? Саған мекенжай жіберемін. Дәл қазір жолға шық. Сол қонақ үйге бар да, ешқайда шықпа. Маған не айтқың келді? Серхат менің ұлым емес. Ол Мериемнің ұлы ма? Иә, мен солай деп ойлағамын. Жиханнан ба? Білмейміз, Садақат ханым дың сараптамасын жасатты. Сен Әлияға қоңырау шалып кездескін келетінін айт. Және ешкімге айтпауын ескерт. Тағы да оған Серхаттың Мюжганның ұлы емес екенін, оның Жихан екеуіңнің ортақ ұлдарың екенін айт. Сен кімсің өзі маған бұйрық беретіндей Әлияға жолдан кетуі керек екенін айту керек. Мұны шындап айтып тұрсың ба? Егер қоңырау шалмасаң, мен Фиязға хабарласамын. Ол келіп Серхатты алып кетсін. Өтінемін, олай істеме. Мерием бәрін айтып берді. Жихан өзі шешсін. Немесе қаласаң, бұлай істейік. Мен қазір қалыңдық көйлегімді киемін де, салтанат өтетін алаңға барамын. Бірақ оған дейін Жиханға сен маған айтқанның бәрін айтамын. Қаласаң, өзің келіп қандай шешім қабылдайтынымызды көр. Ал сен мұнда не істеп жүрсің? Тағы қандай сандырақ ойлап таптың? Мен Серхаттың әкесі боламын. Егер Жихан менің ұлыма әке болса, мен де оның ұлына әке боламын. Зеррин Демирді өлтіреді. Әлия, сендер қайдасыңдар? Мен мәжбүр болдым. Әлия, ақымақтық жасама. Әлия, қазір әзілдейтін уақыт емес. Бәріміз сені күтіп отырмыз. Өтінемін, олай істеме. Әлия, бұл жолы мен сені кешірмеймін. Атыс басталып кетті. Жихан мен Мерием жараланды, Әлия ұшып кетеді. Боранға Садақат ханым оқ атты. Шахин Жиханды құтқармақ болды, бірақ оны атып кетті. Ол қайтыс болды. Әлия.